ата-аналарыңыздың телефондарын қараңыздар, тексеріңіздер. Не істеп жүр, кім звондайды, кіммен сөйлеседі. Бұл дұрыс па, дұрыс емес па, енді өздеріңіз білесіздер. Біздің мама ауырады, онкологиямен ауырады. 2020 жылдан бері арпалысып келе жатыр осы онкология ауруымен. Өзім Астана қаласында тұрамын. Ағам үлкен, бала шағасы бар. Сестренкам тоже Көкшетауда тұрмыс құрған, тұрмыста. Мама өзімен өзі жолдасы жоқ, қайтыс болған папамыз ертеректе. Енді үйге келдім, қазір мамам қатты ауырып жатыр, төсек тартып. Үйге келдім, үйге келсем, маманың телефоны полный дәрі сататындар. Инстаграмда, тиктокта дәрі сататындар бар ғой. Сондайлар полный звондайды, ватсапта жазады, тиктокта, инстаграмда директіне жазады. Бәр жерде полный маманы солар уже маманың құлағына мініп алған. Өтірік уже. Үйге келсем, полный шкафы, полный дәрі полный. Мен біразын тастадым. Қазір сіздерге көрсетем. Бұл әшейін жартысы. Мыналар сибирский здоровье дейді. Мыналар ладно аптекадан алған. Мыналар витаминдер қырған. Мыналар. Мән жоқ, мағынасы жоқ. Мынаның полный чайлар. Мынандай китайский дәрілер. Бәрі. Ладно, аптекадан алғандар жарайды. Керек болған дедік. Жарайды. Шкафы полный дәрі. Витаминдер. Мән жоқ, мағынасы жоқ витаминдер. Жартысын мусорға тастадым. Кәдімгі уже мамам шүкір Аллаға өзі жұмыс жасайды. Өзінің айлығы өзінде. Ешкім, біз үш баламыз семьямызда. Ешкім мамадан ақша сұрап бүйтіп не алмаймыз. Маманың ақшасы өзінде, өзі жұмсайды. Кредиті де жоқ төлейтін, если честно. Сон қарап жатырмын да, енді ой түйіп жатырмын да, маманың менің жағдайымдан да ақшасын көбісі еще анандай есіме түскен тағы да 25 мыңға іш киім алған, 35 мыңға мындай іш тартатын панталон алған ше. Сондай ақшасының көбісі, айлығының көбісі осындай бір болмайтын мән жоқ, мағына жоқ дәрілерге кеткен да. Ол үміттенгенде жазылам, сол жаңа онкологиядан жазылып кетем, бәрі жақсы болып кетеді деп ше.